Біздердің осы Батыс Қазақстан облысынан осы жігіттердің, автомобилистердің жиналу мақсатымыз бірінші бастапқы тіркеу жаңағы, сосын екінші қайта өңдеу жаңағы жалпылама тілмен айтқанда утилизбор первичный мәселесі ғой. Осы өңдеумен біз басқа елдерден импортталатын автокөліктерді тіркеудің бұл рәсімі қарапайым халық үшін орынды емес екенін мәлімдейміз. Біріншіден, бұл төлемдер автомобиль құнынан жоғары болып отыр. Біздің еліміз қарап бой түзейтін Еуропаның көптеген дамыған елдерінде, мысалы Германия автокөлікті бастапқы тіркеу тек 200 евро тұрады. Бұл ел бірнеше танымал брендтердің Audi, Volkswagen сияқты басқа да өндіруші болып табылады. Бұл елде мемлекет автомобиль өндірушілерді қолдау үшін қаражат жинауымен айналыспайды. Керісінше, жергілікті халыққа жақсы автомобильдерді ұсынуға көмектесуге тырысады. Қарапайым халыққа пайда келмейтін зауыттарды төлеуге және ұстауға міндеттемеспіз біздер. Біз қаражаттың қайда кететінін және олардың қайда бөлінетінін білуге құқымыз бар. Солай ма? Солай. Біз жиналған адамдар халық атынан автомобильдер үшін жоғарғы тарифтер төлеуден бас тартамыз деп мәлімдейміз. Өйткені Қазақстанда шығарылатын автомобиль жоғарғы қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмейді. Екінші қайта өңдеу, утилизация жайында. Елге жаңа ғана пайдалануға берілген көлікті кәдеге жарату үшін төлеу объективті түрде қисынды емес. Біріншіден, қазіргі уақытта елге негізінен 7 жылға дейінгі автомобильдер әкелінеді. Оларға кәдеге жаратылатын болса, бұл үлкен мәселе болып қала береді. Өйткені Қазақстанның көптеген тұрғындары 30 жылдан асқан көптеген ақаулар бар автокөлікті пайдаланады. Ал орта есеппен 20 жылдан кейін пайдаға жарамайтын автокөлік үшін төлеуге келісеміз. Төлемдер автокөлікті тіркеу кезінде емес, автокөлікті кәдеге жарату кезінде төлену керек. Сонымен қатар коммуналдық төлем сомасы орташа есеппен 25 есе артып отыр. Осы өтінішті біз ел президентіне жолдаймыз және Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес мәлімдейміз. Утилизбор мен первичный мәселесі тез арада алынсын деп ойлаймыз. Алынсын.